Онда неге топырлатып оны ала береді? Тәуекелге кім Анчелоттидің да бір қателігі сол деп ойлаймын. Биыл ол тіпті ешқандай тәуекел жастар, мысалы Барселонада жаңа концептлік жастарға мүмкіндік берді, Ямал бар, анау басқасы бар. Кім Анчелотти олай тәуекел ете алған жоқ. Бұл тек тәжірибелі ойыншыларға. Зидан да сондай болды ғой. Зидан да сондай болды ғой. 2016-2017 жылғы құрамды айтайын ба? Реал Мадридтің қосалқы құрамы Атлетико Мадридтің негізгі құрамынан қымбат болып кеткен ғой сол кезде. Хамес Родригес, Иско, Варан, Мората, Хесе бәрі отырады. Әйтпесе қазір бәрі бір клубтың менмін деген футболшылар ғой, мысалы былай қарап тұрсаңыз. Реалдың осындай бір жаман жұлдыздарын бәрін жинап орындыққа отырғызып қояды бәрін. Енді мынандай ғой, жаңа шынымен бір сұрақ болып тұр ғой. Енді бірінші ойыннан кейін әрине енді Арсеналдың мүмкіндігі жоғары болды. Ол жаңа букмекерлік кеңселерде болсын. Сіздер матчтың алдында сендіңіздер ме? Арсеналдың өтетініне ме? Мен сендім. Себебі енді Реал соңғы кездері сөздің ашығы барлық фронтта, өзінің ішкі чемпионатында да, сосын кешегі Атлетиконың өзінен де зорға өтті. Сосын енді кубокта да кетіп қалды деймін. Сонымен жоқ, кубокта финалға шықты. Финалға шықты ғой, бірақ енді түсінікті. Ла Лигада 2 рет ұтылды ғой қатарынан. Содан кейін мен түсіндім, себебі ана жерде білмеймін, осы ана Винисиус пен Мбаппенің екеуінің арасы дұрыс емес сияқты көрінеді, білмеймін енді. Келгеннен дұрыс болған жоқ негізі. Келгеннен дұрыс емес. Бір-бірін дұрыс таба алмай жүр ма, бір-бірін толық таба алмай жүр ма?